Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен кез келген дастарханның сәніне айналатын өте дәмді ванильді капкейктің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызға қантымыз бен ванильді қантымызды қосып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Бөлме температурасындағы жұмыртқамыздың ең алдымен біреуін қосып жақсылап араластырамыз, кейін екіншісін қосамыз, оны да жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте ұнымыз бен қопсытқышымызды ситаға салып араластырамыз. Және де қамырымызға осы құрғақ ингредиенттің 1/3 бөлігін қосып араластырып аламыз. Одан кейін бөлме температурасындағы сүтіміздің жартысын қосып араластырамыз. Кейін қалған ұнымыздың жартысын қосып оны да араластырамыз. Енді қалған сүтімізді қосамыз. Оны да жақсылап араластырып, одан кейін қалған ұнымызды қосамыз. Яғни ұнымызды 3-ке, ал сүтімізді 2 бөлікке бөліп, кезек-кезек қосып араластырып, осындай қамыр жасап аламыз. Енді қамырымызды ыңғайлы болу үшін кондитерлік қапшыққа салып, капсуламызға құйып шығамыз. Шамамен 45-50 граммнан құямыз. 180 градус қызып тұрған пеште 20 минут пісіріп аламыз. Піскен-піспегендігін міндетті түрде ағаш шпажканың көмегімен тексеріп көреміз, және осы күйінде толықтай суытамыз. Енді кремін жасаймыз. Салқын творожный сырымызды миксердің көмегімен миксерлеп бір жұмсартып аламыз. Оған қант ұнтағы мен салқын кілегейімізді қосып, барлығын миксердің көмегімен араластырып, қоюланғанша крем жасаймыз. Кремімізді кондитерлік қапшыққа салып, насадканың көмегімен капкейктерімізді қалауыңызша әрлейміз. Біздің дәмді ванильді капкейктеріміз осымен дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.